Сәлем достар, сопақ бастар. Бүгін мен өзімнің оқиғамды сіздерге айтқым келіп тұр. Қалай аниматор болғанымды және одан бұрын кім болғанымды. Сонымен қатар анимация жасап жүргендегі оқиғаларымды айтамын. Осыдан 2 жыл бұрын Майнкрафт түсіріп жүрген балақай қазір қалай аниматор болды деп ойлайсыздар? Қазір осы сұрақтарға жауап беремін. Ал ендеше бастайық. Бәленің бәрі 2021 жылы басталған. Сол кезде енді YouTube түсіріп бастаған кезім, сол кезде сәлде болсын анимация жасайтынмын, Resume мультфильм бағдарламасын қолданғанмын. Бірақ функциялары аз болғандықтан кейін тасап кеттім. Мен жай ғана анимация жасайтын адамдармен жиі араласа бастағанмын. Содан менің қоршаған ортамның әсерінен анимация жасауға желание ашылды. Сонымен қатар көптеген адамдардың өзінің жеке анимация арнасы бар екеніне көзім жетті. Сосын уақыт ағынымен баяғы летсплей контентімді ұмыта бастадым. Менің небәрі 2 ғана досым бар. Қайсар мен Аружан, сол екеуімен ғана сөйлескенмін. Қазір өкінішке орай онша сөйлесе бермейміз. Осы адамдарды жақын достарым деп санаймын. Бәлкім басқа достарым болмағандықтан шығар. Енді олармен қалай таныстың десеңдер айтайын. Бір күні мен өзімнің кланыма адамдар іздеп жүріп, бір сурет салатын ютуберді көріп қалдым. Ол басқа адамдарға теп-тегін арт жасап береді екен. Мен оған жаздым, маған да арт жасап берші дедім. Ол көп ұзатпай жасап берді. Ол Аружан болатын. Осылайша біз достар болып кеттік. Күндердің бір күні мен ютубта ақтанып жүріп, дәл осы видеоны кездестіріп қалдым. Ол Қайсардың видеосы еді. Мен оның видеосына комментарий жазып, сосын оның анимациясына пародия анимация жасадым. Оған ұнады. Сөйтіп біз бір-біріміздің видеомызды қарап отыратын едік. Осылай біз дос боп кеттік. Если что, мен Қайсардың ең алғашқы достарының бірімін. Енді мен өзім туралы айтайын. Менің негізі шын атым Нұрзаман. Далбайыптар. Басқа не күтем деп ойладыңдар?